театр сүйер көрермен. Кейіпкер бағдарламасының бүгінгі қонағы театрымыздың актрисасы, мәдениет саласының үздігі Құрманғалиева Жанаргүл Құрметқызы. Жанаргүл Құрметқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сауалымыз 1997 жылы Дәулеткерей атындағы 93 жылы түсіп, 97 жылы Дәулеткерей атындағы өнер институтын бітірдіңіздер. Сол кезде бір топ жас талант осы театрымызға жас маман болып келдіңіздер. Сол сәтке оралсақ, сол сәттегі алғашқы әсеріңіз туралы айта отырсаңыз. Иә, енді 93 мектеп бітіріп, арман қуып, тұлымыз желбіреген қыз баламыз ғой, жасымыз 17-де. Иә, арман қуып осы Орал қаласына келдім, Атыраудан. Осы режиссерлік актерлік факультеті ашылып жатыр дегесін. Соған қабылданып, сол жылдары театрымыздың ашылып жатырғаны Қарагөз қойылыммен ашылды, өздеріңіз естіп біліп жүрсіздер. Сол кезде сол қойылымға біздер группамыз түгіл массасына қатыстық, сол спектакльдің. Ең бірінші театр ашылады деген кезде енді жаңа жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Бұрынғы мәдениет үйі ғой енді. Соны театрға ыңғайлап жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Көк шаң, андер-мендерде жаңа сваркілер болып жатыр. Солардың арасымен өтіп, біздер студенттер ең алғаш мына театр болайын деп жатырған жер осы жерде қойылым қойылады. Жаңа Қарагөз қойылым қойылғалы жатыр. Жаңа Жамбылбек ағамыздың қойған қойылымы деп бізді жаңа алып келді театрға. Иә, керемет. Ең бірінші театрға келіп тұрсың, ең бірінші театрдың не екенін көруге келіп тұрған адамсың ғой. Актерлар керемет дайындап жатыр, жан-жақтан бәрі қызықты, қызыға да қызығып қарадық. Сол Қарагөз қойылымына массасына қатыстық. Әсер деген енді ауылдан келген балаға әсер керемет қой. Керемет әртістердің ортасына түстік, жан-жақтан жаңа театрдың ашылуына қойылымға жан-жақтан белгілі адамдар шақырылып, бір өзімді аспанда ұшып жүрген сияқты бір керемет бір ортаға түскенде бір ерекше бір сезім болады ғой, сондай сезімде болдық. Енді ол тап сол кезде одан ары қарай осы театрда қызмет етеміз деген ой тіпті шұйықтаса түсімізге кірген жоқ қой, былай қарағанда айтқанда. Ең бірінші біз дейтін әліппен жаңа үйреніп жатқан нелеріміз ғой, студенттеріміз ғой. Ең бірінші рөлді қалай дайындалады, рөлді не деген түсінбейміз. Жаңа Елкен ағай болады, марқұм режиссер келіп таңдады да бізді. Алып келіп дайындады. Осындай не қойып жатырмыз, осындай дайындаламыз деп. Оқытты. Жаңа Нұргүл екеуміз біреуің жаңа Зәуре боласың, біреуің Майраш боласыңдар деп. Соны білмейміз, қарап отырмыз. Былай айтынар жаңа жылауды да білмейміз ғой кезде. Ал енді әке тағдыры деген соғыс кезінде трагедия ғой, жыла дейді, етпейміз, сосын айда отырады. Ауылды нені сағым жүрген балаларымыз ғой енді. Отырады, так, ағай марқұм, есіңе салып бетін, сен ауылдан кеттің, осылай деп, уже үйдегілерді ойлап әйді. Көзіңе еріксіз жас келеді ғой. Соны жылап атқанда оқы дейді, жаңағы монологыңды оқы деп, сөйтіп әліппесін солай дайындаған. Сонымен дайындалып шығып неміз гастрольге кеттік. Бір айдай мекен гастрольде жүрдік. Тайпақ, Жымпиты, Қаратөбе райондарында. Гастроль барамыз, не келіп жатыр. Қиын заман ғой, 94 деген қайда. Өзіміз жаңа студентпіз. Бану апа бар, марқұм, ол кісілерде марқұм болып кетті. Қайыпберген ағай, Сайлау ағай, марқұм администраторымыз әрбір рөл ойнайды. Соны біздер баламыз ғой, 17-18-дегі балдарымыз. Бір айдай жүрдік. Соны бір жерге бардық. Енді ауылдың балдары білесің ғой, мына жерге дейін келіп отырады ғой, сахнаға шығып. Нұргүл екеуміздің сахнамыз болып отыр. Бірден айтып жатырмыз, балдар шулап жатыр, естілмейді, шулап жатыр. Соны Нұргүл атты бірден сөз айтты. Анаған әйді күлкі қыспай ма мен? Біз айқайлаймыз, балдар бізден асырып айқайлайды. Біз одан асырсақ, олар бізден асырды. Естіп атқан жоқ, не айтып атқан, біз ешкім тыңдап не етіп атқан жоқ. Нұргүл екеуміз күліп отырмыз. Екеуміз бір-бірімізді құшақтап жылайтын сияқтымыз. Жылаған сияқты болып бірақ күліп отырмыз, баламыз ғой. Енді сөйтіп кулисаның жағына көзім түсіп кетті. Қарасам, Бану апа тұр бүйтіп. Ұсқанға
серьезно бейтіп қарап тұр ғой біздерге. Мә, ана күлкіні қалай жиналғанымызды білмей қалдық қой. Ана кісінің көз дейтін өтіп кетті ғой түгел. Вот сам образ. Өзі сол Мөржанның несін, ененің рөлін сол образда тұрды, бейтіп қарағанда өтіп кетті ғой. Екеуміз бір-біріміз қалай жинап алғанымызды білмейік. Жылдам дек өз-өзімізге келіп. Солай қызық қой енді. Ауылдың балалары, ойбай, артистер келді дейді, қайдан білсін біздің студенттер өзіміздің бала екенімізді. Қызық жағдайлар болған, соның бәрі қазір тарихқа айналып жатыр. Ол кісілер де өмірден өтіп кетті, қарап тұрсаң. Дүние жалған дейді, өтіп кеткен барлығы жалған, өтірік сияқты тарих. Сол ең бірінші рөлім әке тағдырында Зәуреш рөлі болған. Сонан бері бұйырған әрбір нәрсенің өлшемі бар ғой, нені нәрсеңде. 10 жерден сен жаңа тырысың, 10 жерден не істесең де, қолыңды соссаң да Алланың өзінің өлшеп берген дүниесі. Біреуге көп береді, біреуге аз береді. Тіпті қарап отырсаң, үстіңдегі киіміңде өлшемі бар, аяғыңда өлшемі бар, былай қарап тұрсаң. Не нәрсеңде өзінің өлшемі бар ғой. Бүгін бір сондай бір ой түсті, білмеймін. Қарап тұрсаң, шындығы солай, көрпенің тысында өлшеп нетесің де, одан тысынан артық болсаң, ішінде көрпең бос жүреді. Сол Алла тағаланың құдіреттілігі күшті ғой, әрбір нәрсенің өзің бай. Өлшеп. Сол кезден бері қарай 25 жылға жуық өмір уақыт өтіпті. Сіздің қателеспесем, отау құрғаныңызға да 25 жыл уақыт. Осы өнер мен өмірді қатар алып жүру қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Сіздің өнер адамыңыз болғаныңызға отбасыңыз қалай қабылдады? Енді былай қарап тұрғанда қыз бала өнерін отбасымен қатар алып жүру өте қиын жағдай ғой. Отбасың қолдамаса, олардан ешқандай қолдау болмаса, мен бұл театрда жұмыс жасамас едім. Әрине отбасым көп қолдады, жолдасым, балаларым бар. О дүниелік болып кеткен ата енем барлығы қолдады. Ең бірінші театрға қабылданарда мен үлкен қызым кішкентай 7 айлық болды. Өнер институт бітіргеннен кейін. Сол кезде айтылды, Мұрат ағай, бала деп алаңдамайтын болсаңыз, театрға жұмысқа алынасыз деп. Сол кезде атам, енем барлығы көмектесіп, баланы бағамыз, жұмысыңа кіре бер деп, сол бітірген бойда жұмысқа кірістім. Енді отбасыма көп рахмет. Жолдасыма қолдап, әрқашанда қасымда жүреді. Гастрольдік сапарлар болады. Отбасын бірге алып жүру. Жұмыста ешқандай сылтау айтқан жоқпын әйтеуір осы уақытқа дейін. Не балам ауырып қалды, не баламды мектепке апару керек деген сияқты ондай сылтаулар болған жоқ. Не болғанда ебін тауып, енді әрине отбасына да отанасың, қыздар тәрбиелеп отқаннан кейін қыздың тәрбиесін өзіңді білесің, қыз тәрбиесіне ерекше көңіл аудару керек. Соны екеуін қатар қалып келе жатырмыз, Аллаға шүкір енді. Қиын екен, бірақ енді тыртысып, өзіңнің біліміңмен, өзіңнің күш қуатыңмен солай өмір сүріп жатырмыз. Өзіңіз жаңа айтып отқандай күш қуаттың, сол өнердің, осы өнер саласында 25 жыл қызмет еткен арқасында, міне биыл мәдениет саласының үздігі атандыңыз. Ол да болса үлкен жауапкершілікті артқан сияқты. Әрине. Еңбегінің бағаланғаны жақсы ғой өнер адамына. Кей кезде болады, осы мен қайшамада жүр екем, не тындырдым екен деген сияқты. Сол кезде өнер адамына әрқашанда қолдау керек, марапат. Бір бет қағаз болса да біздер соған риза боламыз ғой. Енді қандай марапат болса да, бірақ халықтың көңілінен шығу, халықтың қошеметі керек қой. Әрине, анандай үлкен марапат алып жатқаннан кейін жауапкершілігің көбейеді. Артыңа қарайсың, не тындырдым, әлі де не тындырмақпын деп. Өмірден қасқағым ғой. Мынандай қазіргі қиын заманда бүгін бар адам ертең жоқ. Мен мынаны істеймін деп ұмтылып атқанда оған қолдары жете алмай кетіп атқандар ғой. Соған қарағанда жауапкершілік бар, әрине. Үлгі болуға, өсіріп отқан қыздарыма, артта келатқан жас актерларға үлгі болуға тырысамын. Әйел затына жақсы ең тән қасиет қандай деп ойлайсыз? Әйел затына тән
қасиет адам болып келгеннен кейін адам болып кету керек. Кішіпейілдік қой әрқашанда. Қарапайымдылық, кішіпейілдік. Ұлық болсаң кішік бол дей ма? Әрқашанда кішіпейілдік болуға тырысамын. Қарапайымдылық, инабаттылық, үлкенді сыйлау. Қор болмайсың, үлкенді сыйлап кішіпейілдік танытсаң. Солай деп ойлаймын. Мұқан Томановтың режиссерлігімен қойылған болмаған оқиғада сиыр рөлін сомдадыңыз. Ол кездегі жаңағы адамның қасиетін жануар арқылы беру қаншалықты қиынға соқты, немесе оңай болды? Сол рөлді шығарудағы қандай ізденістер болды? Сол жөнінде айтып отырсаңыз. Дұрыс айтасың, рахмет, орынды сұрақ әлі. Біз қазір адам баласы малдан да жаман болып кеттік қой. Жаңа ойнаған рөлімде сиыр, жаңа аяқ ауыр сиыр дейді ғой. Мал қылып алып отыр ғой, бірақ қазір енді өзінің баласын тастап кетіп жатқан әйел адамдар көп қой, қыздар, әйел адамдар. Мал құрлы болмай қалдық қой. Сол рөлде енді шырпыры болып, жаңа сиыр өзінің ішіндегі бұзауын сақтау үшін, жаңа дос үшін өмірін қиғысы келеді, бірақ адам үшін өмірін қиғысы келеді ғой, жаңа адам үшін жаңа біреудің жанын берсе, бір періште дүниеге келеді деп жаңа айтады ғой, сөзім бар мен барар едім, бірақ менің ішімде де періштем бар ғой, жаңа бұзауқаным бар ғой деген сияқты. Оңай болған жоқ. Адам мал арқылы адамның мінез құлқын беру деген әрине ізденісті талап етеді. Бірақ соған қарап отырып қазіргі актуалды тақырып қой, ол қойылым. Мал құрлы болмай кеттік, кейде ішің қан жылайды, өзіңнің тар құрсағын жарып шыққан сәбилерін тастап кетіп жатқанға. Сондай қойылымдар көп болса екен деймін жаңа. Адам мен малдың айырмашылығы қандай? Адам болып қалу керек қой. Қиын не енді, қиын түсінген адамға өте ауыр спектакльде сол. Бірақ енді тырыстық беруге, жеткізуге тырыстым деп ойлаймын. Сіздің сомдаған рөлдеріңізді қарап отырсам, әртүрлі жанрда комедиясы да бар, драмасы да бар, трагедиясы да бар. Ал жаңағы 2001 жылы Мұқан Томанов Гратекс жанрында алғаш рет, қателеспесем, спектакль қойды. Сонда сіз Нұрмағамбетовтің Бес бойдаққа бір тойда Нара рөлін сомдайсыз. Сол кездегі жанрды қалай қабылдадыңыздар? Ол рөлді шығаруда қандай ізденістерге бардыңыз? Ең бірінші сондай гротескі жанрында қойылып жатыр ғой. Басында енді түсінбедік. Мұқан не қойып жатыр деген сияқты. Сосын үңіле келе, іздене келе, олайда көрсетуге болады екен, олайда көрерменге ой тастауға болады екен деген сияқты. Енді мен мұнда Нарада көп үнем жоқ, бірақ дегенмен жаңа режиссердің өзінің ойлаған мақсатына ашуға тырыстық, қойылған талабына сай келдік енді. Түсіністік қой, бірге оқығасын, бірге жүргесін, ойын жаңа былай отырғанда да айтып отырады ғой, ойын жаңа ішкі жан дүниесін түсінесің ғой. Сондай түсіністікпен шыққан спектакль деп ойлаймын. Онда енді бәріміз де ойнаймыз ғой, группаластар. Өнердегі, өмірдегі миссияңыз қандай? Жаңа айттым ғой, адам болып келгесін, адам болып қалу деп. Өмірде де солай. Ешкімге дауыс көтермеу керек. Ешкімнің кемшілігін бетіне баспау керек. Біреуге артық қатты сөз айта алмайсың. Ол біреудің көңілін қалдырып, біреуге қатты сөз айтсаң, бәрі өзің алдыңа келеді. Көбіміз байқап білмей жатамыз ғой, бірақ бірден болып қалғанда, кімге не жасап қойдым деген сияқты ой келеді ғой кімге де. Өмірлік қағидам солай, ешкімнің алдынан кесе көлденең өтпеу, ешкімнің көңілін қалдыратындай сөз айтпау. Менің өзімнің көңілімді біреу қалдырса, болады ғой, адамның көңілін, менің көңілімді біреу қалдырды, бір 2-3 жағдай ма сондай болды. Көңілімді қалдырған, көңілім қалып қояды, мысалы, қатты ренжіп қалған адамға міндетті түрде бірдеңе ұқсамайды да, сол кісіде бірдеңе болады. Бірақ соны ренжімеуге тырысам да, сонан кейін өзім көргеннен кейін ренжімеуге тырысам іштей.
ренжіген жоқпын деп. Бірақ енді бір ала көріп тұрған, қарап тұрсаңыз. Өмірде де, өнерде де солай, артында кеткен жастарға. Сіздің жеке өміріңізді көркем шығарма деп алып қарайтын болсақ, қай кітап жанры болар еді? Енді өмір болғасын қуанышы мен қайғысы бірге жүреді ғой. Мелодрама деп ойлаймын өзімнің өмірімді. Қазіргі соңғы бір 2 жылда әлемде болып жатқан жағдайға қарағанда ешқандай комедия жоқ қой. Трагедия деп те айтуға болмайды, енді мелодрама деп өзім солай есептеймін. Өміріңізде маңызды шешімдер қабылдарда кімнің ақыл кеңесіне жүгінесіз? Маңызды шешім қабылдарда бірінші отбасымен ақылдасам. Аллаға шүкір, қыздарым бар, анам бар, бауырларым бар. Ең бірінші анаммен хабарласам. Осындай болып жатыр. Осылай істесем не болады деген сияқты. Аллаға шүкір. Қазір өнер адамдарының көбі өздерінің дәріс беретін сыныптарын, мектептерін, өнер студияларын ашып жатыр. Сіздің ойыңызда ондай студия ашу, өнер орталығын ашу деген ой жоқ па? Менің ондай ойым жоқ. Мен келісер едім, мысалы, Меруерт апаларымыз, Аша Өтекешева да белгілі үлкен тұлғалар. Менің өзім ондай неге жеткен жоғым деп ойлаймын әлі. Біреулер келіп үйрет деп жатса, енді ондай сұраған адамдар болды. Өзім білгенімді үйреттім. Жаңа оқу орнына дайындалған студенттер түсіп кетті, оқу бітіріп жатыр қазір. Бірақ енді өзім шауып барып бірдеңе ашам деген ол мен тіпті табиғатымда жоқ нәрсе. Өз-өзімді жарнамалау, өз-өзімді бірдеңе ұсыну, жаңада айттым ғой, телевидениеға түсуге, халықтың алдына шығуға деген өзім білмеймін, табиғатымда солай болар, ондай көп. Жарқылдағанды жаратпаймын да, қарапайым қазақтың кәдімгі тәрбием солай болар, қарапайымдылық өте, сондай қарапайымдылық жақсы көремін. Фейсбукқа да салып атады біреу, жаңа өзімізді өзіміз жарнамаламағанда бізді кім жарнамалайды дейді ғой. Ал мен соған көп өзім жоқпын. Табиғатым болар, мен ондайға жоқпын. Енді келіп жаңа ақылын сұрап үйрет деп жатса, құба қып үйретіп едіңіз. Театрымызда сіздер қазір енді орта буынсыздар. Әр актердің өзінің көкейінде жақсы көретін рөлі болады. Сол жақсы көретін рөліңіз қандай және армандайтын рөліңіз бар ма? Адамның арманы таусылмайды ғой. Адам арманмен өмір сүреді ғой. Рөлдерімнің бәрін жақсы көремін, ойнаған. Образдарым сомдаған. Қай-қайсы да өзіңнің ішіңнен шыққан бала сияқты ғой. Қай-қайсына да терең төгілді, қай-қайсына да ойлап. Бәрі де жақсы. Мынаны неге ойнадым, мынаны бекер ойнадым деген ондай өкініш жоқ. Алдағы жағдайда да бір классикалық жанр ойнаған келеді. Өзіміздің қазіргі жасымызға сай, сондай тұлғамызға келетін, жасымызға келетін образдарды берсе, рөлдерді берсе, ойнаймыз ғой. Нақтырақ айта аласыз ба, мысалы, осыны ойнағым келеді, осыны армандадым? Шекспирдің Катаринасын армандадым. Бастапқыда біздер Нұргүл екеумізге Гүл апа бір осы курсқа қоям деп азын шоғын дайындадық, бірақ онымен не себепті жүрмей қалған білмеймін. Гүл апа кетіп қалды ма, әйтеуір бір тоқтап қалды. Бірақ сонда Нұргүл екеуміз дайындалдық. Сол рөлмен үлкен сахнада болса. Ол кімде, қай әртісте, қай актрисада армандайтын рөлі ғой. Ал сіз сомдап кеткен рөлдеріңіздің ішінде кейінгі жас буынға беруім керек осы рөлді деген? Бар ғой, бар. Әрине бар. Өмір бақи жастың рөлін ойнамаймыз ғой, былай қарап тұрсаң. Жаңа сиырдың несінде мысалы сұраса емес, енді жасымыз келді деп айтқанда, енді біз әне бір қартайып тұрған жоқпыз ғой. Енді біздің өзіміздің театрымыздың несі бойынша орта буынбыз ғой. Сұрап келіп жатса, бер деп ұсыныс болып жатса, неге бермеске? Неге өзіңнің артынан келатқан жастарға ұсынбасқа береміз? Оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Рахмет.
Жанаргүл Құрметқызы, әсерлі мазмұнды әңгімеңізге көп-көп рахмет. Өнерде шығармашылық табыстар тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Әрдайым осылай қолдаушыңыз болып, өнердің тек биігінен көре берейік. Аман жүріңіз. Құрметті көрермен, келесі кейіпкер бағдарламасында жүздескенше амандықта болыңыздар.